Аты жөнім Мукашева Гүлназ Амангалиевна. Туған жылым 1986 жыл 6 мамыр. Білімім жоғары. Еңбек өтілім 12 жыл. Санатым модератор. Жұмыс орным 1-ші жалпы орта білім беретін мектеп. Атқаратын қызметім әлеуметтік педагог. Мен сыныпта 25 оқушының бірі ғана болармын. Бірақ ешкім мені көрмейді. Кейде үндемей жылап алам. Менің ішкі жан дүниемді кім түсінеді? Мен Мукашева Гүлназ Амангалиевна. Әлеуметтік педагог ретінде мен баланың ішкі дауысын еститін, көрінбейтін жарасын сезетін адам. Себебі бұл жай қызмет емес, бұл жүрекпен сезіну. Менің әлеуметтік педагог жұмысымда кездескен осындай проблеманың бірі оқушының әлеуметтік және эмоционалды оқшаулануы. Ол қандай оқшаулану? Құрдастармен араласуда қиындық, мектептегі жалғыздық, өз-өзіне деген сенімсіздік. Осындай қиындықтан оқушыларды қалай алып шығуға болады? Достық жүректен жүрекке жол табатын сезім. Достық шеңбері тренингі. Балаға тәрбие беру тек сөзбен емес, жан дүниесімен үндесу арқылы жүзеге асады. Ата-аналармен эмоциялық сағат. Жан дүниенің ең асыл сезімі мейірім. Ол мені өзгеге жанашыр болуға жетелейді. Мейірімді жүрек жобасы. Көңілі жаралы баланың жүрегін жазатын ең мейірім мен махаббат. Бала өзін қауіпсіз сезінеді. Пікірін ашық айтады. Қарым-қатынасы дамиды. Оқшауланған баланы қолдау, оның ішіндегі жарықты жағып, болашағына жол ашу біздің міндетіміз.